Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сіздермен алдыңғы видео материалда жалпы дәрістің тақырыбы, оның жаңағы жоспары, шынайы азимуттар, магниттік азимуттар, дирекциондық бұрыштар, олардың бір-біріне ара қатынасы және картада оларды қалай табуға болатындығы туралы тоқталдық. Ары қарата дәрісімізде горизонталь бұрыштар мен дирекциондық бұрыштардың байланысын өтетін боламыз. Яғни бұл формулада көрсетілгендей, егер де біз қандай да бір бастапқы дирекциондық бұрышты білетін болсақ, горизонталь бұрыштарды өлшеу арқылы келесі бағыттың дирекциондық бұрышын анықтай аламыз. Бұл жерде сіздерде формула түрінде және сызба түрінде көрсетілген. Сіздерге ары қарата жақсылап тұрып оны түсіндірейін. Мысалы, айталық бізге қандай да бір үш нүкте берілген, бастапқы 1-2 бағытының дирекциондық бұрышы берілген, және де 1 мен 3-тің арасындағы горизонталь бұрыш өлшенген екінші нүктеге қатысты. Ендігі бізге табу керек дүние, ол бізде жаңағы 2-3 бағытының дирекциондық бұрышын табу керек. Ол үшін мына суретте көретініңіздей, біз қандай да параллель сызықтардың несін білеміз, геометриядан білетініміздей, мына түзуді ары қарай жалғастыратын болсақ, онда мына жердегі альфа 1-2 келесі мына жердегі альфа 1-2-ге тең екендігі көрсетіледі. Сонда бізге табу керек болады, осы x мәнін табу керек болады. Ол үшін не істейміз? Егер де бізде альфа 2 мен 3, ол бізде альфа 1-2 қосу x болатын болса, x ол бізде тең болады, мына суреттен көретініміздей, бета оң жақ пен x екеуінің қосындысы бізге 180 градусты береді. Яғни x-ті табу үшін 180 градустан бета оң жақты азайтып тастаймыз да, формуланы құрастырамыз. Альфа 2-де 3-ті табу үшін альфа 1-де 2-ге 180 градусты қосып, одан бета оң жақты, яғни горизонталь бұрышты азайтып тастаймыз. Келесі, егерде бета сол жақ бойынша өлшенген болатын болса, яғни тағы да бізде бастапқы бір қандай да бір үш нүкте берілген, бірінші екінші нүкте арасындағы дирекциондық бұрыш берілген, сондай-ақ екінші нүктеге қатысты 1 мен 3-тің арасындағы оң жақ емес, керісінше сол жақ горизонталь бұрыш өлшенген. Яғни бұл деп тұрғанымыз, біз үшінші нүктеден бастап солға қарай бірінші нүктеге дейін сол жақ горизонталь бұрышты өлшейміз. Бізге табу керек сәйкесінше альфа 2 мен 3-ті, 2 мен 3-тің арасындағы дирекциондық бұрышты. Бұл жерде жаңа алдыңғы схемамыздағыдай альфа 1-ді сәйкесінше көшіреміз, және де бізге табу керек сондай-ақ x-ті. Бұл жерде туындайтын біз қиылысқан қиылысқан сызықтарға қатысты біз білеміз, что қарама-қарсы жатқан екі бұрыш бір-біріне тең болатындығына. Яғни біз мына 2-де 3 сәулесін ұзартатын болсақ, сәйкесінше 1 мен 2-нің арасындағы мына жердегі жаңағы бұрышымыз, міне суретте көріп тұрғандарыңыздай, міне мына бұрыш бізде x-ке тең болады. Яғни бұдан бізде көретініміз альфа 2-де 3 дегеніміз, ол бізде 1-де 2 мен x-тің бір-біріне қосындысы. Ал x бізде тең болады 180 градус, x тең болады, мынау бізде получается бета сол жақ, осы бета сол жақтан 180 градусты азайтып тастасақ, сонда бізге x-тің мәні шығады. Формулаға толық жазатын болсақ, альфа 2-де 3 тең болады, альфа 1-де 2-ден 180 градусты азайтып, оған бета сол жақты қосамыз. Міне, осылайша бізде горизонталь бұрыштар мен дирекциондық бұрыштардың бір-біріне қатысы көрсетіледі. Жалпы геодезиялық өлшеулерді өңдеу кезінде сызықтардың бағытын сүйір бұрыш арқылы анықтауға тура келеді. Бұл жағдайда румбтар қолданылады. Румб дегеніміз осьтік меридианның жақын жатқан не оң, не
сол жақ бағытынан бастап өлшенетін сүйір бұрышты румб деп атаймыз. Яғни сүйір бұрыш деп тұрғанымыз ол 0 градустан 90 градусқа дейін өзгереді. Және әрбір ширектегі шамасы бірдей болуы мүмкін. Бағытты бір мәнде анықтау үшін румбтың сандық мәнінің алдындағы ширектің аты көрсетіледі. Енді сызба түрінде қарастырайық. Бізде мына жерде осьтік меридиан берілген. Сәйкесінше, егер бізде бірінші нүктені анықтайтын болсақ, онда біз өзімізге жақын жатқан солтүстік бағыттан бастап румбты өлшейміз. Ал егер екінші нүктенің румбысын анықтайтын болсақ, онда бізге солтүстіктен бастап өлшеу тиімсіз, үлкен бұрыш өлшеніп кетеді. Сондықтан осьтік меридианның оңтүстік бағытынан бастап берілген жаңағы нүктеге дейінгі бағытқа дейінгі бұрышты өлшейміз. Бұл бізде румб деп аталынады. Тура солай үшінші және төртінші нүкте анықталады. Яғни бұл жердегі барлық румбтардың мәні бір-біріне тең болуы мүмкін, тек олардың бір-бірінен айырмашылығы жаңағы міндетті түрде оның ширектің атауы көрсетіледі. Яғни бірінші ширекте 1 деген сан жазылады, төртінші ширекте мысалы 4 деген сан жазылатын болады. Енді осы тұста біз дирекциондық бұрыш пен румб пен дирекциондық бұрыштың бір-біріне арақатынасын анықтайық. Бізде дирекциондық бұрыш ол жаңағы осьтік меридианның әр уақытта солтүстік бағытынан басталады. Егер бірінші ширекке қатысты айтатын болсақ, міне біздегі альфа 1, R1 екеуі бір-біріне тең болады. Ал екінші ширекте альфамыз бізде міне солтүстік бағыттан басталып, міне екінші нүктеге дейінгі жаңағы екінші бағытқа дейін өлшенген. Ол бізде мынау. Ал румбымыз бізде ол міне оңтүстік, осьтік меридианның оңтүстігінен бастап жаңағы нүктеге дейінгі бағытқа дейінгі өлшенген румб мынау. Сызба түрінде көретініміз альфа 2 мен румб 2-ні қосатын болсақ, бізде не шығады? Яғни, міне мынау бізде 180 градус шығады. Яғни, екінші ширектегі румб пен альфаның қосындысы 180 градусқа тең болады. Екінші ширекте румбты табу үшін 180 градустан альфаны азайтамыз. Ары қарата үшінші ширекке қатысты айтатын болсақ, мысалы мынау бізде үшінші нүкте және оған қатысты бағыт. Ал дирекциондық бұрыш міне осьтік меридианның солтүстік бағытынан бастап өлшеніп, берілген бағытқа дейін өлшенген. Ал румб болса, жаңағы оңтүстік бағыттан бастап, жаңағы берілген бағытқа дейін өлшеніп тұр. Бұл жерде көретініміз, бізде альфадан, яғни дирекциондық бұрыштан, мына румбты азайтып тастайтын болсақ, бізде не қалады? Міне мынау, яғни 180 градус қалады. Яғни үшінші ширекте румбты табу үшін альфадан 180 градусты азайтып тастаймыз. Төртінші ширекке қатысты, міне мына жерде дирекциондық бұрыш солтүстік бағыттан басталып, сағат тілі бағыты бойынша берілген бағытқа дейінгі бұрыш. Альфа 4 деп белгіленіп тұр. Ал румб болатын болса, жақын жатқан не оңтүстік, не солтүстік бағыттан бастап берілген бағытқа дейін өлшенген бұрыш. Мына сызбадан көретініміз төртінші ширектегі румб пен альфаның қосындысы бізге нені береді? Яғни полный круг 360 градусты береді. Яғни төртінші ширекте румбтың мәнін табу үшін 360 градустан біз альфаны азайтамыз. Осымен видео материалымызды аяқтайық, және де келесі видео материалдар қарата жалғастыратын боламыз.